Ана тілін жақсы біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше сөйлесең, бұл күйініш. Халел Досмұхамедұлы. Сәлеметсіздер ме? Мен Аралтүл Бақтыбайқызы. Сіздерді 25 қараша күні 9 Б сыныбында қазақ тілі пәнінен 4 сабақта өткізілетін құрмала сөйлемнің түрлері тақырыбындағы ашық сабағыма қатысуға шақырамын. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Омар Рахымгүл Орманқызы. 24 қараша күні Сүйінбай Аруынұлы атамыз жайлы білулеріңіз келсе, 7 Г класы 6 сабақта Сүйінбай Аруынұлы менің пірім Сүйінбай атты ашық сабағыма келіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Мен Тұғабай Гүлнар Өтегенқызы. 18 ғасырда орыс отаршыларының қазақ жерін иемдене бастағаны тарихтан белгілі. Осы отарлаудың зардабы туралы қазақ ақындары қалай жырлаған білгіңіз келсе, 24 қараша күні 8 Б сыныбында болатын қазақ әдебиеті пәнінен Мұрат Мөңкеұлының Сарыарқа толғауы тақырыбындағы ашық сабағыма келіңіздер. Теміртау қазақ магниткасының көшбасшысы, отандық индустрияның тамаша үлгісі, Қарағанды металлургия комбинатының қалыптасуы, дамуы және дамуына үлес қосқан белгілі тұлғалар туралы білгіңіз келсе, 23 қараша қазақ тілі пәнінен 10 Б сыныбында өткізілетін Теміртау қазақ магниткасының көшбасшысы атты ашық сабағыма шақырамын. Әдебиеттің зор міндетінің бірі елдің мінезін түзеу деп, кемеңгер жазушы Мұхтар Әуезов айтқандай, тағылымға толы әдебиет кім-кімді де қызықтырары сөзсіз. Халқымыз еңбек адамын бағалап, еңбек ер атандырады, еңбек ердің атасы деп бекер айтпаған. Ендеше, Ыбырай атамыздың шығармаларында еңбек адамының шынайы бейнесі қалай суреттеледі? Осы сұраққа жауап алғыңыз келсе, 26 қараша 5 А сыныбында қазақ әдебиеті пәнінен болатын ашық сабағыма келіңіздер. Қарауытып қалтартта алыс қала, көз алдында көлбең дейді таныс дала. Шүмек-шүмек тер тамшып келе жатты, жол қапшығын арқалап қаныш бала. Қазақтан шыққан тұңғыш геолог, Қазақ ССР ұлттық ғылым академиясының тұңғыш президенті Қаныш Сәтбаев туралы білгіңіз келсе, 29 қараша күні 10 А сыныбында қазақ әдебиеті пәніне өтетін ашық сабағыма келіңіздер. Теңіздің түбінен гауһар алынады, кітаптың түбінен білім алынады дегендей, тізілген қызылды жасылды кітаптар керемет құпияларға толы. Өсімдіктер де кітап сияқты өзінің түбіне сырын бүгеді. Ендеше ғажайып құпияларға толы өсімдіктер әлеміне қамтығымыз келсе, 29 қараша күнгі болатын 5 Г класындағы ашық сабағыма шақырамын. Сәлеметсіздер ме? Мен Сүлейменова Айгүл. Сіздерді 30 қараша күні 5 Б сыныбында қазақ тілі пәнінен 4 сабақта өткізілетін өсімдіктер әлемі тақырыбындағы ашық сабағыма шақырамын.